Саламатсыздар ме? Бұл видео қазақ тілін қалай үйренуге болатынын көрсетеді. Біз Техастан және Колорадодан келдік, бірақ қазір Алматыда тұрамыз. Алматыда көп мәдениеттер және әдемі табиғат бар. Біз Тұран университетінде оқып жатырмыз және бізге қазақ тілін үйренуге қатты ұнайды. Техастан келген төртеуміз қазақ тілін бір жарым жыл бойы үйреніп жатырмыз. 2016 жылы біз Монғолияда тұрдық. Сонда біз бірнеше ай қазақша оқыдық. Монғолияда көп қазақтар бар. Жосая қазақ тілін 2 жыл бойы үйреніп жүр. Алайда ол кішкентай кезінде орысша үйренген. Ол қазақша жақсы біледі. Біз болашақта бизнес бастайын деп жатырмыз. Алматы қаласында көп мүмкіндіктер бар. Сондықтан бізде көп идея бизнес туралы бар. Бір мысалы, біз кішкентай қонақ үй бастайын деп жатырмыз. Алматының табиғаты ең күшті, ең әдемі және өте таза. Сондықтан біз таудың жағында кішкентай қонақ үй бастаймақшымыз. Басқа идея, мысалы, бір ағылшын центр бастайын деп жатыр. Тұран университетінде біз түрлі жолмен үйренеміз. Сабақта біз жаңа сөз үйренеміз, сосын сөздік емтихан тапсырамыз. Бізде түрлі терең тақырыптар туралы дебаттар болады. Ол дебаттар біздің ойымыз туралы және біз неге солай ойлайтынымыз туралы. Апта сайын біз шығарма жазамыз, сосын онымен сабақта бөлісеміз. Және біз балаларға арналған кітаптар аударадық. Сонымен бірге біз қазақша өлеңдер тыңдап және мультфильмдер көреміз. Кейде біз саяхатқа барамыз. Өткен жылы біз ауылға және мұражайға бардық. Сол саяхаттарға барғанда мәдениет туралы көп үйрендік. Мысалы, қазақ ойындары, тамақтары туралы және мастер-классқа қатыстық. Біз қазақ тілінде тәжірибе жинау үшін әртүрлі тәсілді қолданамыз. Біріншіден, біз достарымен сөйлесеміз. 1,5 жыл бойы достарымен танысып, олармен сөйлесіп, тәжірибе жинаймыз. Екіншіден, клубтарға барамыз. Туранда бір керемет тіл ашар деген клуб ашқандықтан, бізге көбірек мүмкіндіктер ашылды. Алматыдағы адамдардың көбі орысша сөйлесетіндіктен, немесе ағылшын тілін үйренуге тырысатындықтан, маған қазақ тілін қолданатын мүмкіндіктерді табу қиын. Сондықтан қазақ ауылына барғанымды дұрыс деп шештім.